Ассалаумағалейкум, Қасым-Жомарт Тоқаев мырза. Сізге мен отдельно өзім шыққанымды айтайын. Мына бүкіл әлемнің адамдарына, ел басшысына айтыңыз бір ауыз. Міне Ардақ бала осы жақта екенде. Және сіз ана шейх Салих Аль-Фаузан деген ғалымға кездесіңіз. Сонымен хабарласыңыз. Және оған ұрыспаңыздар. Мақұл, айтпесем ол кісінің өзі де айтқысы келіп жүр, бірақ айта алмайды. Ардақ бала мынау деп. Ардақ бала міне алдарыңызда тұрмын. Қалай ел басшысы. Және не айтарымды білмей қалдым. Сол жұмақтан келген Ардақ бала мен боламын, Қасым-Жомарт Тоқаев мырза. Ал ол Ардақ баланы сізге айтып берейін, Қасым-Жомарт Тоқаев қандай екенін. Ардақ баланы бүкіл періштелерді жиып, періштелерге айтқан. Біріншіден айтайын, менің тілім сәл бұралып сөйлеймін. Және қазақшаны онша жөнді түсіндіре алмаймын. Маған қапа болмаңыздар, және мазақ қылмаңыздар. Мақұл, қалайық? Және Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, өтініш сізден. Сөзімді енді амал жоқ, тыңдаңыздар. Айтылған ғой, ол Ардақ баланың тілі сақауланып сөйлейді. Имам Мағди деген сол Ардақ бала. Сол айтайын дегенім, Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, бүкіл періштелерді шақырып, періштелерге былай деп айтқан екен. Мен бір құлымды келтіремін дүниеге. Сендер оған таң қаласыңдар деген. Және ол баланың дұғасын қабыл аламын деген. Кімнің ашуы түссе, соған менің ашуым түседі деп айтқан. Кімнің мейірімі түссе, соған менің мейірімім түседі деп. Кім бұл бала көшеде кетіп бара жатып бір кесе ауқат берсе,